Мырзабек. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Қош келіңізбен. Бүгін міне Құдай қонақ болып тағы келіп отырсыз. Біздің кішігірім ғылым мектебіне. Ал енді сізге сөз бердік. Енді келесі біздің тақырыбымыз, енді мен басында айттым ғой. Дүние дөңгелек, дүние жалған деп. Ана жаққа маңдайыңа не жазып қойып, соны қайталанады дейді. Соны көресің дейді, ата-бабамыздың сөзі енді бұл. Осы сөздердің бәрі дінменен байланысып тұр. Діннің сөзі, біздің ата-бабамыздың діні болған бұның бәрі. Енді мен сендерге тағы да түсіндіріп кетейін мұны. Мысалға айтқанда, дүние дөңгелек деген кездері енді бәрі қайталана береді, барлық зәте дүние дөңгелек болып. Мына мен үш бұрышты қойып тұрғаным, мынау менен осы үш бұрыш арқылы біздің бүкіл адам баласының діні айтылады, тарихы, діни тарихы да, діні. Осылай бөлініп тұрады, үш бұрышпенен. Дөңгелек дүниеде үш бұрышпен белгіленеді. Мына үш бұрыштың, мына былай тұрғаны, мына біздің оянатын кезіміз, оянып жүретін кезіміз, дүзу тұрған кезі. Мынау тұрған кезі, мына біздің демалатын кезіміз, ұйықтайтын кезіміз біздің. Былайынан жұқары қарай көтерілген кездері үш бұрыштан ол біздің өрлейтін кезіміз, дініміздің. Адам баласында өзі дүниеде, мына дөңгелек дүниеде екі дін, яғни екі жол болады. Біреуі Нұх пайғамбардың жолы, біреуі Мұхаммед пайғамбардың жолы. Осы екеуі бір-бірімен қосылып айналып отырады. Бірінен сол бір келе береді айналып. Соны мына жерден ортасынан мынадан бөлініп тұр былай міне, мына жерден. Мына жағы былайынан Нұх пайғамбардың жолымен жүреміз. Мына жерден былай қарай Мұхаммед пайғамбардың жолымен жүреміз. Енді дүние дөңгелек, жаңағы дүние жалған деген кездері, мысалға мына жерде қазір қандай адамдар жасап жатыр, мысалға сол адамдар қайтадан дүниеге келіп отырады. Бұл дәлелденеді. Енді біз қазір қияметтің алдында өмір сүріп отырмыз ғой. Қияметтің алдында бәрі дәлелдену керек, бәрі айтылу керек. Қиямет арқылы бәрі мойындалады одан кейін. Құранда жазып қойыпты қияметті мысалға. Біз әлі қияметтің не екенін білмейміз, сындағымыз да келмейді қиямет десе. Сол себептен мына жерде қандай адамдар өмір сүріп жатса, сол адамдардың біз қазір миссиясын орындап жатырған болып тұрмыз осында. Енді бұның бәрі біздің мына айтып кеткен анау Машһүр Жүсіпіміз бар, анау тағы бір аталарымыз бар айтып кеткен ғой бәрі. Мынандай заман келеді, осындай болады деп. Жаңағы. Сосын апаларымызға да түскен. Жаңағы. Не дейді? Зікір бұлақ болады. Жаңағы. Пікір шырақ болады деп, қара беттері ағарады деп тұсынан айтып тұр. Қара бет дегені, мына жерде уже адамдар бөлінбейді уже. Қарасың ба сен, ақсың ба? Өйткені мына дүние жалған болғаннан кейін, жалған өмірде дұрыс емес деген нәрсе болмайды. Яғни жалған деген дүние алдын ала жасалып қойған дүние. Осыны біз айналып жүре береміз. Құпиясы, жалған деген сөздің құпиясы. Енді мына дін туралы айтатын болсам, мына жерде қиямет тұр, қазір біз мына жерге келіп тұрмыз біз қазір ортаға. Адам былай қарай, енді біз Нұхтың жолына түсіп кету керекпіз. Нұх пайғамбардың жолы бар. Адам баласының бәрі түсіп кетеді ол жолға. Нұх десе бүкіл адамдардың бәрі біледі Нұхты. Бүкіл дүние жүзінде халықтардың, ұлттардың бәрі біледі. Біздің пайғамбар дейді Нұхты. Не себептен Нұхты біздің пайғамбар дейді? Мына жерде қиямет болады да, қиямет арқылы мойындалады. Мына жерде айтылған. Қазір мен айтып жатырмын ғой, Нұх пайғамбар деп. Арақтар айтып жатыр ғой, Нұх пайғамбар келді деп түсті ғой. Сол себептен мына жерде қияметпенен нетеді. Мына жерде мынау енді қазір біз оянған кезіміз ғой міне. Мына жерден біз су құйғыштың ерасынан былай қарай Нұх пайғамбардың жолына түсеміз. Бұл дінді бүкіл әлем Зарастризм діні деген. Ол тарихта жазылып тұр ол. Бұл жерде адамдарды құдайлар деп атаған. Заратуштра деген өмірі бар. Басылар жазып кеткен. Сонда сол Заратуштраны құдай деп атаған. Неге құдай деп атаған? Оны да дәлелдейміз. Соның бәрін біз жерде айту керекпіз. Алдымызда болашақтың бәрін айтамыз, оған адамдар сенбейді, түсінбейді. Мына жерде қиямет болғаннан кейін адамдар тәубасына келтірейін тұр, табиғат уже. Сол қазір ана жолында түсіп отыр ғой нелерге.
бүйтіңдер сөйтіңдер деп жатыр ғой, мен айтып кеттім ғой оның бәрін. Оның бәрі бекерден бекер айтылып жатқан жоқ. Соның бәрі түсіндіріп беру үшін сол екі ортада жүрген адаммын мен. Мысалға мен қазір мына сөйлеп отырмын, мысалы мен жаңа менің мына заңдылық бойынша мына осы эраның адамдары осы эраны қойып отырады. Мына қазір су құйғыштың эрасына келдік па? Су құйғыш қою керек бұл жерде эраны. Айтатын. Яғни. Менің айтып отырғаным себебі мен су құйғыштың 13-ші жылында дүниеге келгенмін. Сол себептен мен бұны айтып отырғанымда себебі бар, дүние заңдылықта жұмыс істеп тұр. Мына жерден адамдардың бәрі ақыреттен кейін Нұх пайғамбардың жолына түседі. Ол дүние дөңгелек, дүние жалған деген дін келетін жерде. Дүниеде барлық нәрсе қайталана береді. Ана жақта маңдайыңа не жазады, соны мына жақта көресің дейді. Оның бәрі біздің ата-бабамыздың сөзі. Осының бәрі қайталанады, қаласаң да, қаламасаң да болады. Осының бәрі дәлелденейін деп отыр, осы сөздердің бәрі. Міне жерден кейін міне Тауешке ерасы келеді, Суештің ерасынан кейін жаңа ұлтшылдық ерасы. Ұлтшылдық ерасында ұлттардың бәрі еліне қайтады. Ванганың айтып кеткен сөзін айттым ғой мен. Со степи люди идут в Европу деген уақытта Европадағы қазақ жеріндегі бүкіл халық қайтады. Айтып жатыр ғой қазір орыстардың жерлерін су басады деп жатыр ғой. Неге су басады? Өйткені орыстың жері болотный жерлер ғой, Европаның бәрі. Ол жерлерден бірінші су шығады, астынан су көтерілген кезде жердің астында. Анау не жаңағы мұзды мұхит еріген кездері қазір еріп жатыр, енді адам баласы ертіп жатыр ғой оны. Қарамай отыр адам баласы, алды қарай кетіп бара жатыр адам баласы, тоқтамай кетіп бара жатыр ғой. Не болса ол болсын деп кетіп бара жатыр. Бізге ақша керек деп кетіп бара жатыр. Сол себептен осы ералар болады. Енді мына жерде бүкіл адамзат, енді ол тарихта жазылып тұр, анау сенің 9-шы мектептің сыныбында жазылып тұр. Қазақ елінде осындай Заратуштра деген оның жаңағы несі болған. Зарастризм дінін уағыздаған сол дінге жаңағы мұсылман, христиан, буддалар тәуелді болған деп жазып қойыпты. Сөйтіп міне бұл жерде осы жерден осылай қарай кетеді барлық ұлттардың бәрі. Қазақтың дініменен жаңағы қазақта бар дінмен. Зарастризм діні дейді, өйткені жұлдыздармен дәлелденетін уақыт қазір. Жұлдыздардың бәрі сөйлеп тұр. Астрологияның дамып тұрған кезі қазір. Сөйтіп біз мына жерге барған кездер, мына жерде қайтадан Мұхаммед пайғамбарлар шығады. Қайталанады, сол Мұхаммед пайғамбар шығады, сол баяғы жаңа кімнің баласы, Абдулланың баласы, Құрайш тайпасынан, тура сол Мұхаммедтің өзі шығады, ол дәлелденейін тұр енді сол мына жерде, қазір мына жерде құпия адам бар, сол адаммен дәлелденейін тұр бәрі, дүниенің бәрі. Енді оған сенетіндер сенеді, сенбейтіндер сенбейді ғой енді бұл. Бірақ біз айту парызымыз оның бәрі. Құдай бәрін мықтап нетіп қойған ғой, орын әкеп қойған ғой, мынадан кейін мынау болады, мынадан кейін мынау болады деп. Мына жердегі нәрселерді, мына жерде қазір, мына жердегі діннің несі, мына жердегі өлілердің тірілетін кезі. Өлілер, яғни аруақтар өзінің бар екен дүниеге, әлемге мойындатады. Сол үшін өлілердің жерде өлінің тірілуі болады. Және табиғат жаңағы адамдарға, табиғат деген енді ол қуат қой, ол жайпап кетеді ғой адамның бәрі, адам табиғатты жеңе алмайды дейді ғой. Сол табиғат жерде өзінің дегенін істейді. Оның бәрі белгілі тұр, оның бәрі не болатыны, не қоятыны дейін. Просто сенім жоқ ешкімде. Сол себептен мына жерде жаңағы өлі риза болмаса тірі байымайды деп жатырмыз ғой қазір. Қазақтың ата-бабамыздың әрбір сөзі жұмыс істеп отырады мына жерде. Қиямет келген уақыттар, қазір қиямет келер уақыттар. Қияметтің кіші белгілері болды. Енді үлкен белгілері болып жатыр. Ол үлкен белгілеріне адамдар дайындалу керек. Сол себептен кеше анакім ақылға түсті ғой, өткенде Айнұрға түсті ғой. Әлемнің имамы деді, 4-ші, 7-ші кезеңнен өтіп жатыр деді. Кім ол әлемнің имамы деген? Қазір кім шығады деп жатыр? Имам Мағди шығады деп жатыр қазір арабтар, нелер, мұсылмандар. Оның дүниеге келуі дейді, мынау қияметтің ең үлкен белгісінің тежеуге, тегеріндеуге деді ма, ұшым, жеңілдетуге келетір ол адам. Түсіндің бе? Сол адамның келуі енді тарихы. Ол адам енді бекерден бекерге атырған жоқ қой ол адам. Ол адам жерде қазір біздің мына Нұх пайғамбардың несіне өту керекпіз ба? Жолына түсу керекпіз ба?
енді сол адамның міндеті болып тұр ғой, сол дін келеді ғой. Мағдиге атамақта дін келеді ғой. Бұл жерде Нұхтың миссиясын орындайтын адам бар ғой бұл жерде. Бәрі бір адам сонда. Сенің Мағдиің да бір адам, Нұх пайғамбар да бір адам. Сосын жаңағы айтылып кете береді. Азиялықтар жаңа Мағди дейді, арабтар Мағди дейді, европалықтар оны Месси дейді, орыстар Сар дейді. Парсылар Заратуштра деген, гректер Зарастр деген. Зарастр деген звезда дейді, жұлдыздың атын айтып тұр. Сөйтіп біз мына жерден былай кетеміз, мына жерге келген уақыттары неге мына жерде пайғамбарлар шығады? Мұхаммед пайғамбар, жаңағы Иса пайғамбар, Будда пайғамбарлар шығады. Өйткені мына жерде келтірген мына біздің дініміз Нұх пайғамбардың жолына уже мына жерде кедергі келіп тұр. Мына жерде қандар ерасы келіп жатыр. Мына жерде батырлар ерасынан кейін қандар ерасы келіп жатыр. Қан келді дегені ол мына дінге ширк қосу басталады. Түсіндің бе? Өйткені қан уже құдай болады мына жерде адамдар үшін. Өзінің заңын шығарады. Сол себептен мына жерде Мұхаммед пайғамбарлар келіп дінді реттейді, уже отырықшы халыққа отырықшы қылып, жаңағы ненің дін мына жерде Ибрахим болады ғой. Бұл жерде діннің нететіні, мына Ибрахим ана қағбаны соғып кетеді да, ол Зарастризм дініне сенетін адам ғой. Мына Зарастризмге сенетін адамдар мына жерде болған нәрсенің бәрін мына жақтан бүйтіп, мынадан бүйтіп айналып келгенше мына жерге дейін жеткізу керек мына жердегі адамдарға ояту үшін. Сол үшін олар жаңағыдай Ибрахимнің қағбаны соғып қойған. Қағбаны ішіне қара тас салған, 8 қара тасты бұрышына. Сол қара тастан басталайын тұр ғой гәптің бәрі сол. Қара тасты еткенде мына жерде адамдар өздерінің нелерін соға бастайды ғой, жаңа мешіттерін Мұхаммедтің кезінде. Әркім өзінің мешітін соға бастайды да, сөйтіп мешіттің ішіне мына жақта қағбаға да қара тасқа сиынып отырған деп әңгіме болады да сондай уже. Біз неге өз құдайымызды, аналар құдайын қара тас қылып алған. Біз құдайымызды жаңа өзіміздің құдайымызды істеп аламыз дейді, олар өздерінің құдайын жасап алады ғой әрқайсысы. Сөйтіп осы жерде мына жерде сондай нелер болып кетеді ғой. История жүріп кетеді ғой бұл жерде. Соның салдарынан Мұхаммед пайғамбарлар шығып, енді мына жақта қан келе жатыр. Қан келе жатырғаннан кейін дінді бірдеңе қылу керек қой. Дін енді қанның астына өтіп кетейін тұр ғой, қанға өтіп кетейін тұр ғой. Мына дінге уже қарсы келейін тұр ғой. Қазақтың жаңағы ата-бабамыздың дініне мына қан болса, уже мына арасында түсінбеушілік болады мына діннің арасында. Сол себептен мына жерден Мұхаммед пайғамбар шығып, жаңағы дінді нетіп, жаңартып, жаңағыдай лайықты етіп, мешіттер соғылып жатыр, Құдайдың үйі соғылып жатыр. Құдайдың үйі соғылып жатыр, ертең қан келген кездері, чтоб дін өзінше жұмыс істеп қалу керек қой. Жер бетінде дін жұмыс істеп тұру керек қой. Сол үшін сол Мұхаммед пайғамбар елді басқарып, жаңа халифат болып, сөйтіп жаңа дінді көтеріп кетеді. Сөйтіп дін мына жерде мына қан келген кездері, мына Мұхаммедтің салып кеткен жолы, Мұхаммед пайғамбардың, ол дін мемлекет пен халықты біріктіретін дін. Ол діннің сондай күші бар. Білдің бе? Ислам дінінің. Сол екеуін біріктіретін дін болғандықтан мына жерде қанға уже адамдар мына жерде Құдайдың заңдылығы ғой, енді бұл қанды да Құдай жаратып қойыпты ғой уже. Қазір бізде айтып жатыр ғой, президенттерді, нелерді Құдайдың көлеңкесі деп дәлелдеп жатыр ғой Құранменен. Сол себептен мына жерде эра келетін болғаннан кейін мына жерде дінді солай жасалады, дін ары қарай былай өмір сүру үшін. Мына жерде өзге ұлттардың бәрі жаңағы өздерінің нелеріне кетіп қалады, пайғамбарларына. Жаңа христиандар Мұхаммед жаңа неге кетеді, Иисусқа кетеді. Мұсылмандар, қазақтан басқасының бәрі, қазақ жеріндегі ұлттардың бәрі жаңа Мұхаммедтің несіне кетеді. Жолына түседі. Будданың жолына түседі, жаңа Будданы ұстайтындар. Сөйтіп мына жерде қазақтың бір өзі қалады, өзінің ата дініменен, Нұхтың жолыменен. Сөйтеді де қазақ, мына жерде қазақтың атынан еріп келді ғой бәрі. Қазақтың дінінен етіп келді ғой. Мына жерге келген уақыттары қазақ былай қарай ұйқыға кетеді. Қазақ өзі кетеді, жалғыз өзі сол дінді ұстанып, Нұхтың жолын ұстап. Мына жерге келгенше Нұхтың жолын ұстап келеді, мына жерге келген уақыттары Шыңғысхан шығады, қазақтан қан болып.
Шыңғыс хан осы жерде дінді бұрады. Өйткені Шыңғыс хан мына жерде енді жұлдызы арыстан болып, мына жерде жаңағы жаугершілік заманда күштілер эрасын қойып отыр ғой Шыңғыс хан. Ол мемлекет басқарып отырған адам ол. Бәрін біріктіріп отырған адам. Сол себептен Шыңғыс хан шығып, жаңа өзінің балаларына, енді балаларын ойлайды ғой енді, халқын ойлайды. Өзінің балаларына, жаңа мұсылмандықты қабылдауға рұқсат берген деп жазылып тұр ғой тарихта. Шыңғыс хан балаларына. Шыңғыс ханның балалары қан ғой енді. Қан қабылдағаннан кейін болды ғой, халықты қабылдайды ғой оны. Өйткені жаңағы дін, Мұхаммед пайғамбардың жолы былай қарай бізге керек болып тұр. Ол дін мемлекетпен жаңағы халықты біріктіруге жаңағыдай күші бар, жаңағыдай жұмыс дейтін жаңағыдай. Дінде ол азан шақырып, халықты жаңағыдай жұмылдырып, дінге тартады. Сонда күші бар ол үшін. Біздің мына Нұхтың жолында бұл еркіндік. Бұл дін еркін өмір сүретін адамдардың діні. Бұл жерде жаңағы жерлерде айтады, адамды Құдай деп жаңағыдай. Сөйтіп біреуді біреу басқаруға болмайды, сен тек әкең басқару керек, атаң басқару керек, одан басқадан басқаруға болмайды. Таза діннің несі бойынша жаңағы, Нұхтың жолы бойынша. Өйткені мына жерде бәрі дәлелденіп қояды ғой. Сулыштың ненің алдында барлық нәрсе дүние жалған, дүние дөңгелек деп жаңағы. Сол құпиялары ашылғаннан кейін, нерде қиямет болғаннан кейін, адамдар бәрін қабылдайды ғой, тірі қалғандары, аман қалғандары, сақтанғандары, сенгендері. Мына жерде мысалға, мына жерде сен сену керексің, және білген жақсылығыңды істеу керексің. Мысалға, Құдай десек, ол Құдай сақтансаң сақтайын деп тұр. Сөйтіп айтқан енді біздің түсінігіміз бойынша солай ғой. Құдай сақтансаң сақтайын дейді, яғни сақтанбасаң сақтамайым дейді. Солай ғой енді түсінігімізге келгенде, шындықты айтқан кездер. Оны біреулер айтуға қорқатын шығар, мен енді айтып отырмын жерде, интернет болғаннан кейін. Шындығы сол. Сол себептен мына жерде, жалғастыра берейін, мына жерге келдік қой, осы жерде Шыңғыс хан бұрады, дінді, мұсылман. Сөйтіп бізде өрлеу басталады былай қарай. Мына үш бұрыштың бойыменен. Өрлеу деген біздің өз дініміз бар ғой, жаңағы Нұхтың жолы. Ата-бабамыздың салт дәстүріміз бар ғой. Сіңіп кеткен ғой соған сол дін. Сол менен жаңағы Мұхаммедтің жолы бар ма? Екі жолдың арасында постоянно күрес болып отырады. Күрес, тартыс болып отырады. Әңгіме болады. Өйткені жерде арабша оқу керексің, намазды жаңағыдай. Енді қазақтар, біздің қазақтар ойлап қалған жаңағыдай. Мына дінмен, ата-бабамыздың жолымен, Нұхтың жолымен жүріп қалған, еркін жүріп қалған қазақ. Тарихта қарасаң, мына жердің бәрінде жаңағы бізде тайпа болып жасаған дейді ғой қазақтар. Тайпа құрып жасаған. Тайпа құру деген ол сені атаң болса сол басқарады. Соғыс болатын болса атаң басқарады, соғыс біткеннен кейін жаңағыдай. Үйіне келіп тірлігін істеп жүре береді дейді, қан дейді. Тарихымызды солай жазып қойыпты біздің. Өйткені дін жұмыс істеп тұр ғой бұл жерде. Еркін өмір сүру. Қазақ деген сөздің өзі еркін деген сөзді білдіреді дейді ғой. Еркін адам дегенді. Сол біз еркін болып отырған мына жерде оянатынымыз да сол енді. Сол еркін болып отырғаннан кейін. Мына жерде қазір бізге түсіп жатыр мына Шыңғыс хан туралы. Шыңғыс ханның атында деп тұр қазір. Кімге түсті? Ханифаға түсті ма? Біреуіне түсті. Шыңғыс ханның атында тұр құпияның бәрі дейді. Оны ешкім түсініп отырған жоқ. Оны түсіну үшін сен Құранға жүгіру керексің. Құранда не бар? Және тірілер не қалдырып кетті ол туралы. Шыңғыс хан деп тұр. Мен былай қарадым да, бұл Шыңғыс ханның аты, мына несінде, біз киносында несінде көргенде, бір бақсы айтқан дейді. Шыңғыс ханның атын. Сен аспанда жұлдызың жанып тұр, Құдай қолдап тұр сен. Сен Шыңғыс хансың деп жаңағы. Шығыстың ханысың деген ғой. Оның шын аты аруақтар қойып отыр бұл атты. Шығыстың ханы деген. Шығыстың ханы деген кездері құпиялар ашыла бастайды. Құрандағы құпияменен мына тірілердің қалдырып кеткен және бақсы, мына жерде балгер бақсының айтқан сөзі дәлелденейін тұр ғой. Сөйтіп мына жолменен жерге келген уақыттар мына жерде жаңа Шоқан Уәлихановтардың айтқан сөзі бар. Шоқан Уәлиханов мына Ақ патшаның кезінде өмір сүрген ғой мына жерлерде. Сол Шоқан Уәлихановтың өзі айтып кеткен.
мынау екіден бірге жүре беретін болса, яғни Мұхаммедтің жолы менен біздің салт дәстүріміз бар Нұхтың жолы, түбінде екеуі соғысады деген. Екеуінің арасында. Соны Уәлиханов айтып кеткен, Шоқан Уәлихан. Енді сонда біз мына жерге келген кездері, мына жерден Владимир Ильич Ленин шығады ғой. Құдай жоқ дейді ғой. Мешіттердің бәрін қирап тастайды. Мына ұлттардың бәрі бірдей дейді. Бәрі ұлт бірдей, орыста, қазақта, өзбекте бәрің бірдейсіңдер дейді ғой. Байкедей деген болмайды, бәріміз бірдей боламыз дейді ғой. Сол кездердің жерде ұлттардың бәрі оянып кетеді ғой. Бізді оятып жіберген, сонда Владимир Ильич Ленин болып тұр. Бізді оятып тұр. Бәрің бірдейсіңдер деді, барлық ұлттар өзінің қамына кірісіп кетті. Қазақпын деп кетті, бәрі өз жерін дамыта бастады. Бұл жерде сондай керемет болады. Енді бір сұрақ туындайды осы жерде. Неге Құдай Ленинді шығарды деп? Құдай жоқ деді ғой, Ленин айтты ғой. Біздер соны оқып өттік қой, сол кітапты біздер оқып, соған сеніп өстік қой біздер. Коммунизмнің адамдарымыз ғой мысалға. Біз Құдай жоқ дегені, Лениннің Құдай жоқ дегеніменен бізді Құдай неткен жоқ қой. Жазалаған жоқ қой бізді. Сондай өмір сүрдік қой, тыныш өмір сүрдік қой. Құдай бізді жазалаған жоқ қой, мына жерде біз Құдай жоқ деп Лениннің айтқанымен өмір сүрдік қой. 70 жыл өмір сүрдік пе? Не? Сонда не деп тұр мына жерде? Құдай айтып тұр. Бар десең бармын, жоқ десең жоқпын деп тұр. Бұл дәлел бұл. Өйткені бұл жерде еш нәрсені адам жасап отырған жоқ. Бұны еш нәрсені адам жасап отырған жоқ. Барлық нәрсе Құдайдың жасауымен, қалауымен болып отырған нәрсе. Сол себептен мына осы жерде біз оянып кеттік, барлық ұлттар. Оянып мына жерге келген кездері біз қазір Абу Ханифаның мазхабындамыз ғой. Абу Ханифаның мазхабының ішінен ояну басталды. Қазақ ұлты ояна бастады. Қиямет келген кездері қазақ ұлты оянады дейді ғой. Қазақ оянып арасына жаңағы маңдай көзі ашылған балгерлер, бақсылар шыға бастады. Оны мына Абу Ханифаның дінін басқарып отырған біздің ағаларымыз жаңағы секта деді. Енді бізге әруақтар айтып жатыр, түсіп отыр ғой әруақтардан. Біз енді әруақтарды қосып отырамыз бұл жерде. Әруақтардың айтып отырған қазір әруақтардың қазір өлінің өзінің тірі екенін дәлелдейтін уақытта өмір сүріп жатырмыз. Сол себептен бұл жерде жаңағы Абу Ханифаның несінен жаңа ненің шығуы, енді қазір көп адамдар айтып жатыр, жаңа неде комментарийлерде. Мынау жерден ата жолының шығуы тегін емес деп тұр, қазақ жерінен деп тұр. Бұған еще жаңағы мағди қосылады деп отыр. Өйткені Мұхаммед пайғамбар айтып отыр ғой. Менің мазхабым 70-ке бөлінеді, 78 тозаққа барады, тек менің мазхабым жұмаққа барады деп тұр ғой. Мына жерде жұмаққа қарай жүру керек қой, бір адам шығу керек қой. Жұмақты көрсететін сол енді біздің неміз бойынша мағди болып отыр ғой бізде қазір. Енді мына жерде қазір ата жолының ішінде, ата жолыменен қоса, мысалға, қазір маңдай көз әруақ деп жатырмыз ба? Сонымен қоса бұл үш жерде дін қозғалады. Ата бабамыздың діні, мен айтып отырмын, дүние дөңгелек, дүние жалған деген, бұның бәрі дін тұрысы менен. Бұл өсиет адамдарға жаңағыдай. Ана жақта маңдайыңа жазылғанын көресің дейді. Сол себептен адамдар бұл жерде тәубасына келе бастайды, өмір өзгеріп, мына жерде біз басқаша өмір сүре бастаймыз, түсінігіміз оянады мына жерде. Көп нәрсені біз біліп қоямыз уже мына жерде. Сол себептен мына жерде бәрі қияметпенен дәлелденіп тұр ғой, мына жерде біз айтып отырғанымыз сол. Мына жерде біз бәрін айту керекпіз, сенетін, сенбейтін болып мынандай 12-ге бізді жұлдызға бөліп қойғаннан кейін, дөңгелек қылып жаратып болғаннан кейін, ішінде сенетін де болады, сенбейтін де болмайды, болатына қасиеттер, әр қасиеттер жұмыс істеп тұр әр адамда. Біреудің жұлдызы біреуге қарсы келеді, қарама-қайшы болады. Сол себептен мына жерде жаңағы қияметтің болатын себебі.
Осылай мына үш бұрыштың бойында біз осылай дінімізді осылай өрбейді екен біздің дініміз. Дөңгелек дүниеде. Енді біз қайтадан мына жерде өлінің тірі Bilgen olmaydı.